Сәлем құрметті оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сендермен математикалық сауаттылықтың келесі тақырыбы жаңа логикалық амал және де сондай-ақ заңдылықтар деген тақырыппен танысатын боламыз. Өздерің біліп отырған шығарсыздар, бұл өте көп келетін есептердің бірі. Менің ойымша қатты қиындық тудырмайды әрине, бірақ сонда да сабақты толық қарап, меңгеріп есептерді қалай шығаратындығын біліп алғандарың жөн. Олай болса сабақты бастаймыз. Ең алдымен мынадай бір есептен бастағым келіп тұр. Мысалы, жаңа логикалық амал. Ол деген өте қарапайым. Мысалы, бізге түсініксіз кейбір таңбаларды беру мүмкін есепте. Мысалы, айтуы мүмкін. Мынандай таңба қойып қоюы мүмкін. А және бұны көбейту емес. Ол әрине әшейін бір белгілі бір таңба. Оған мән бермеңдер. Оның формасы әртүрлі түрде болуы мүмкін, бірақ ол өте бір маңызды емес. Ол мысалы айтуы мүмкін. Берілген логикалық амал мынау. Және де ол мынаған тең болуы мүмкін. А минус Б болсын. Міне, осыған тең болатын болса, осындай жаңа логикалық амал арқылы осындай формула берілген, онда сендер мынаны табыңдар дейді. Яки, мына жақта 2 болсын. Міне, осыны табу қажет болсын бізге. Бұл жерде қарайтын болсаңдар енді, қараңдар. Бізде А-ның орнында 4 тұр. Б-ның орнында 2 тұр. Демек, мұндағы формуладағы А-ның орнының барлығына 4-ті қоямыз, Б-ның орнына 2-ні қойып есепті шығарады екенбіз. Демек, бұл жерде бізде 4 қосу 2, қойдың квадраты және де 4 азайту 2. Нәтижесінде бізде 4-ке 2-ні қосамыз 6, 6-ның квадраты 36, оны көбейтеміз, 4-тен 2-ні азайтамыз, 2-ге тең, 36-ны 2-ге көбейтсек 72 деген жауап шығады. Вот, міне біздің есебіміз шықты. Енді бұл қатты қиын емес. Ал енді, әрі қарай жалғастырайық. Енді, мынадай есеп болып қалса. Мысалы, мынадай жаңа логикалық амал берілсін, ол бізде тең болсын 3А азайтылған 7Б болсын. Ал бөлімінде тағы да бір өрнек берілсін. Б-ның А дәрежесі және де азайтылған А-ның Б дәрежесі деген. Міне, осы бойынша біз қазір жұмыс жасаймыз. Бөлімінде берілген есеп мынандай болсын. Мынаның мәнін тап десе. Бұл жерде көріп тұрғандар А-ның орнында 2, Б-ның орнында 3 тұр. Орындарына тек қана соны қойып шығамыз. Сонда 3 көбейтілген 2 минус 7 көбейтілген 3 бөлімінде Б-ның А дәрежесі, яғни 3-ның 2 дәрежесі деген сөз, минус 2-ның 3 дәрежесі деген сөз. Нәтижесінде бізде шығады, бұл кезде 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, азайтылған 7-ші көбейтеміз 21, бөлімінде 3-дің квадраты 9, 2-ның 3 дәрежесі 8. Демек, алымында минус 15 шығады, бөлімінде 1 шығады. Минус 15-ті 1-ге бөлсек, минус 15-тің өзі шығады екен. Көріп тұрғандарыңдай жаңа логикалық амалды қолдану бір аса бір қиындық тудыра қоймайтын сияқты. Менің ойымша ол сендерге жалпы оп-оңай болады деген ойдамын. Ал енді келесі тағы да осыған ұқсас, бірақ мына жерде басқаша болуы мүмкін. Қараңдар. 8 көбейтілген 8, азайтылған 8, және де көбейтілген екінші жақшаны ашайық. 8 көбейту 8, тағы да. Және де азайтылған 8, мұн жерде тағы да бір логикалық амал берілсін. 4 бұрыш іші боялған болсын, тағы да бір 8 болсын. И тең 3528 болсын. Міне, осы берілген осылай, енді бізге бұл жерде шарт өзгереді. Мұна амал қандай арифметикалық амал екенін анықтаңыз дейді. Яғни бұл бізде плюс па, минус па, көбейту ма, әлде бөлу ма? Қайсысы екенін анықтауымыз керек. Ол үшін есепті шығаруымыз қажет. Оны қалай шығарамыз? Мысалы, 8-ге 8-ді көбейтеміз 64, 64-тен 8 азайтамыз 56. Демек, бірінші шақшадан 56 шығады. Екінші шақшадан 8-ге 8-ді көбейтеміз 64, азайтылған. Мынаның өзін жазып қоя салайық. Тең 3528. Енді 3528, 56 бізде көбейтіліп тұрғандықтан, оны біз теңдіктің екінші жағына қалай өткіземіз? Әрине, бөлу етіп өткізеді екенбіз. Сол кезде 3528-ді бөлетін болсақ 56-ға, нәтижесінде бізде 63 шығады. Демек бізде 64 азайтылған 8, міне таңбаны қояйық.
және де 8 тең 63 шығады екен. Өйткені 56-ны бөлуге өткіздік. Енді осы жерден біз 64-ті екінші жаққа минусқа өткіземіз. Сонда минус 8 қалады мына жақта. Іші боялады мынаның 8 тең 63-тен 64 азайтсақ минус 1 қалады екен. Енді екі жақтан да минустарды қысқартып жіберсек, бізде мынау қалып тұр ғой. 8 тең 1. Енді ойланыңдар, 8-ге 8-ді қоссақ 1 шықпайды. 8-ден 8 азайтсақ 1 шықпайды. 8-ді 8-ге көбейтсек 1 шықпайды. Тек қана 8-ді 8-ге бөлген кезде 1 шығады екен. Демек, мынау берілген логикалық амалымыз ол бізде бөлу таңбасын білдіреді екен. Мінекей есепті жауабын біз осылай таптық. Менің ойымша қатты қиындық тудыратын есеп емес. Олай болса, енді келесі біз заңдылықтар деген нәрсе. Ол заңдылықтар көбіне қиындық тудыруы мүмкін. Бірақ та мынаны білу керек. Заңдылық ешқандай бір ережеге, бір белгілі бір жолмен шығарылады деп айта алмаймыз. Ол тек қана сол тізбектегі заңдылықты анықтасақ қана оны шығарамыз. Ол тіпті кейде мұғалім үшін де қиын болады, кейде оқушы үшін де қиындық тудырады. Сондықтан бұған мұқият өте ұзақ ойлану керек, кейде бірден заңдылықтар көрініп жатады. Сондықтан барынша заңдылықты тезірек анықтауға тырысуымыз қажет. Әрине кейде ақылға қонымсыз заңдылықтарды беріп жатады. Ол кезде енді сабыр сақтағаннан басқа ештеңе істей алмайды екенбіз. Жақсы, олай болса бастаймыз. Мысалы, ең алдымен мынандай бір сандар тізбегі белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан болса, келесі санды біз анықтауымыз керек. ол қандай сандар тізбегі? Ол бізде 12, 15, 21, әрі қарай 24, 30, 33, және де 39. Және келесі санды анықтауымыз керек. Енді қараймыз, бұл жерде қандай ерекшелік бар? Егер байқаған болсаңдар 12-ге 3-ті қосқан кезде 15, оған қосқан 6-ны 21. Қайтадан 3-ті қосқан 24, қайтадан 6-ны қосқан 30 болады. Қайтадан 3-ті қосады 33, оған 6-ны қосады 39. Көрдіңдер ме? 3 пен 6-ны кезек қосып отыр. Демек, келесі кезекке біз 3 қосуымыз керек. 39-ға 3-ті қосқанда ол 42 шығады. Демек, заңдылық бойынша келесі сан ол 42-нің өзі болады екен. Көрдіңдер ме? Өте қарапайым екен. Немесе, былай істеуге болады. 2-ден 1, 4-ден 1, 8-ден 1. Сөйтіп осылай заңдылық бойынша сандар жалғасып кете береді. Бізге табу керек бұл жерден 7-ші орындағы сан. 7-ші орындағы сан. Яғни байқаған болсаңдар, бәрі біз шетінен неғылап жатыр. 2-ден 1-ге көбейтіліп бара жатыр. 4-ден 1, 8-ден 1, 16-дан 1 болады келесісі. 32-ден 1 болады, сосын 64-ден 1 болады. Міне, 7-ші орында, бұл 6-шы орында екен. Келесісі бізде, міне, 128-ден 1. Міне, мынау 7-ші орында, мынау 6-шы орындағы сан екен, я? Так, 128-ден 1 болады екен жауабы. Жақсы, енді заңдылықтары кейде оңай, кейде қиын болып келеді, шамалы да күрделі түрлеріне қарай жақындай түсейік. Мысалы, 22, 200, 2, 2002 деп сандар тізбегі жалғасып кете береді екен. Сөйтеді бізге айтады 5-ші сан тап деді. 5-ші сан дегеніміз, қазір 3-ші санға келдік. 5-шісін табу керек болса, онда не істейміз? Жалғастыра береміз. Қараңдар, алғашқыда екілердің арасында 0 болған жоқ, кейінгіде 1-0 болды, одан кейін 2-0 болды. Енді 3-0 болу керек, е? 3-0, енді одан кейін 4-0 болу керек. Міне, бұл 5-ші тұрған сан екен. Демек, осыны белгілейді екенбіз. Жақсы. Әрі қарай тағы да заңдылықтарды жалғастырамыз. Мысалы, бізде былай болсын. 10, 22, 36, әрі қарай кеттік, 52, және де 70. Міне, осындай заңдылық берілсін. Енді бізге табу керек бұл жерден келесі орында тұратын санды табу қажет. Дұрыс қой берілген. Ал оны біз қалай табамыз? Көмекте қойып қояйын. Егер бұл жерге жақсылап мән беретін болсаңдар, бұл жерде мысалы мынадай нәрсе бар. Мысалы 10 және 22 шығу үшін бізге 12 қосылған. Келесіне 22-ге 14-ті қосқанда 36 шыққан. Сосын 36-ға 16-ны қосқанда 52 шыққан. Сосын оған 18-ді қосқанда
70 шыққан. Көрдіңдер ме? 12, 14, 16, 18 қосып енді келесі 20 қосылу керек. 20-ны қосатын болсақ, онда бізде жауабы 90 шығады. Демек бізге керек сан ол 90 болады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Қатты қиындық тудырмайды. Енді кейде бізде мынадай нәрселер ғой. Мынандай үшбұрыштар беріледі. Сол кезде тағы да біз шығара алмай жатамыз, иә? Мысалы, мынандай үшбұрыш беріледі де, оның ішінде мынандай сан болсын. Мынау бірінші үшбұрыш болсын, мынау екінші үшбұрыш болсын. Және де мында үшінші үшбұрыш болсын. Ал енді осы жерден мынандай сандар берілсін. 12, 8, 9, мында 6 болсын. Ал келесінде 5, 25, мұны жақта 3, және де мұнда 15 болсын. Ал енді келесінде 8, 14, 4, және мұнда x болсын. Осы x-ті табу керек. X қандай сан екен. Енді жақсылап мән береміз. Бұл жерде мысалы мынандай нәрсе. Қараңдар. Төменгі жақтағы мынау екеуінің көбейтіндісі, мынау екеуінің көбейтіндісіне тең болып жатыр. Мысалы 9-ға 8-ді көбейтеміз 72 болады, 6-ға 12-ні көбейтеміз 72. Енді келесін қара. Келесінде де ол міндетті түрде орындалу керек. Әйтпесе онда ол заңдылық болып есептелмейді. Мысалы 5, 15-ті көбейтеміз 75 болады. 3 және 25-ті көбейтеміз 75 болады. Демек теңесті. Демек 4 пен 14-ті көбейтеміз 56. Демек 8-ге x-ті көбейткенде 56 болу керек. Яғни 8-ге нешені көбейткенде 56? 7-ні көбейткенде. Демек x-іміз неге тең болады екен? 7-ге тең болады екен. Міне біз заңдылықты осылай шеше алады екенбіз. Қатты бір қиындық тудыратындай есеп емес екен, Әрине, заңдылықты таба алмай қалсақ, онда бізге өкінішке орай есеп шығару қиын болып қалады. Так, жақсы. Енді мынандай да бір заңдылықтар келіп жатыр. Енді суретті керемет сала алмаймын, бірақ түсіністікпен қарайсыңдар деген ойдамын. Мінекей осындай суреттер берілсін. Олай қояйық. Мында үшіншісін салайық. Біреу үлкен, біреу кішкентай болып кетті. Ештеңе етпес. Жақсы, ең алғашқысын бастаймыз. Мысалы, мында 5, мында 7, мына жерде 2, мына жақта 4, мына жерде 6 болсын. Және де мына жақта 8, мына жерде 9 болсын, мына жерде 4, мына жерде 3, ортада 5 болсын. Келесінде 9, 4, 5, 2. Ортада x болсын. Бізге осы x табу керек. Тағы да заңдылықты анықтауымыз қажет болады екен. Оны заңдылықты анықтау үшін былай жасасақ болады. Мысалы, қараңдар, ортада 2 деген сан қайдан шықты? Мысалы, 6-ға 5-ті көбейтсек, 6-ға 5-ті көбейтсек 30, 4-ге 7-ні көбейтсек 28. Азайтқан кезде 2 шықты. Көрдіңдер ма? Екі жақты қарама-қарсы жақты көбейтіп азайтқанда ортадағы сан шығады екен. Демек, мынаны есептеп көрейік. 8-ге 4-ті көбейтеміз 32, азайтамыз. 9-ға 3-ті көбейтеміз 27. Азайтсақ, онда бізде 5 шығады екен. Енді кеттік. 9-ға 5-ті көбейтеміз 45, 2-ге 4-ті көбейтеміз 8. 45-тен 8 азайтамыз 37 деген жауап шығады екен. Міне біздің заңдылығымыз орындалды. Көрдіңдер ме? Ешқандай не жоқ. Жақсы. Әрі қарай тағы да бір есептің түрін қарастырайық. Мысалы, мынандай болсын. Бізге берілетін болса, мынандай есеп. Так, тор көздер бойынша мен сыза салайын. Так, дұрыс сызып жатқан сияқтымын. Мінекей. Және де мына жерге былай салайық. Жалпы міне бізге берілген осы. Міне осыны табу керек болса, бірақ берілген нәрсе мынау. Мынау 7-ге тең дейді. Онда мынаны тап дейді. Енді
қараңдар. Өте оңай. Мына 4 көзден тұратын шаршы бізде 7-ге тең болса, онда мына жақта да осындай шаршыларға бөліп шығамыз. Сондай шаршыларға бөлеміз. Нешеу шығатынын қарайық. Енді қараңдар, мынау әрқайсысы 7-ге тең. Дұрыс па? Берілген бойынша, мынау бойынша. Бәрі 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 және 7. Демек 7-тен неше бар? 7-тен бұл жерде 12 бар. 12-ні 7-ге көбейтсек бізде 84. Демек мынау 84-ке тең дегенді білдіреді екен. Жақсы. Кейде мынандай есептер келеді. Мысалы, қараңдар. Бұлай айтады. А, Б, С дейді. А, Б, С. Сөйтеді тең болады. А, Б, С азайтылған А қосу Б қосу С-ға тең дейді. Дәл осындай есепті кейін астына былай беріп қояды. И бұл жерге жазады бізде 2, 3, 5 деп. 2, 3, 5 деп. Осының неге тең екенін табуымыз керек. Қараңдаршы енді. Бізде мынау төменгі табаны С ол 3-ке тең. Бірақ мынау екі қабырғалардың орны ауысқан, мынау мысалы мынау ұзын қабырға. Ұзын қабырға мына жақта берілген бойынша Б болу керек. Мынау керісінше тұрып қалған үшбұрыш. А деген кіші қабырға ол 2 болу керек. Демек осы жерден өздерің сәйкестендіріп жазып аласыңдар. Ұзын қабырға Б деген ол 5-ке тең, астыңғы табаны С тең 3-ке тең. А қабырғасы кішкентай қабырға ол 2-ке тең деп өздерің сәйкестендіріп аласыңдар. Сөйтесіңдер де не істейсіңдер? Орындарына қоясыңдар. 2, 3, 5-ті бір-біріне көбейтеміз. Азайтамыз. 2 қосу 3 қосу 5 тең. 2-ні 3-ке 6, 6-ны 5-ке көбейтеміз 30. 30-дан азайтамыз. Шашқан ішін қосамыз. 2, 3, 5 үшеуін қоссақ 10 шығады екен. 30-дан 10-ды азайтсақ бізде жауабы 20 деген жауап шығады. Мінеке есептің жауабы дәл солай оп-оңай шыға салады. Жалпы құрметті оқушылар, менің ойымша бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қатты қиындық тудырмайды, тек қана заңдылықтарға келген кезде мұқият қараңдар. Әрине, ол бір ешқандай формуланы қажет етпейді, тек қана мидың көбірек ойлануын ғана талап етеді. Басқа ешқандай қиындық жоқ. Менің ойымша сабақ түсінікті болды. Сұрақтарыңызды сұрай жатарсыздар. Ал мен сендермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Сау болыңдар.